бірлеп аламыз. Бұл жерде бұлардың да беретін мағынасы бар. Мысалға, ақ түс адалдықты, пәктікті білдіреді. Көк түс бейбітшілікті, бейбіт аспанды білдірсе, ал сары түс қазынаны білдіреді екен, байлықты білдіреді екен. Ал енді осы түстердің қайсы сендерге ұнайды, бір-бірден алып, осы бойынша топқа бірігеміз. Бір-бірден алайық. Бір-бірден алып, осы түстер бойынша топқа бірігеміз. Не асыз, не ғайып, не даусыз деген шешендік сөзіне де мазмұндап оқып келуге берген болатынмын. Және Әнет баба туралы мағлұмат ізденіп келуге тапсырма берген болатынмын. Ал енді сол тапсырма бойынша мен 5 бағыт бойынша сұрақтар құрастырып, бөлменің ішіне іліп қойдым. Енді осы 5 бағытқа 5 оқушы шығып тапсырманы орындайды. Бірінші бағыт бойынша Дастан сөйлей ма? Сөйлей ғой. Әнет баба туралы не білесің? Әнет баба атақты 7 билердің бірі. 1628 жылы туылып, 1725 жылы қайтыс болған. Жас кезінде Бұхар шарифте Найман Саршуа жыраумен бірге медресе бітірген. Ислам қағидаларының шариғат ережелеріне жүйрік болған. Дұрыс. Жарайсың. Әнет бабаның қандай шешендік сөзі бар? Аяна. Әнет бабаның не жетім деген атты шешендік сөзі бар. Тағы да не арсыз, не даусыз, не ғайып деген шешендік сөзі бар. Тағы жеті қаза деген шешендік сөздерін білеміз. Жақсы, Аяна. Әнет баба айтқан 3 арсыз ат. 3 арсыз, ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз. Адамдар өмірінің жарты бөлігін, кейбір адамдар жарты бөлігін ұйқымен өткізеді. Ол адамға денсаулығына да пайдалы емес. Адамға ұйқы керек, бірақ шектеумен. Бос күлкінің де сәні кетеді. Шектен тыс тамақтануға да болмайды, ауруға алып келеді. Дұрыс айтасың. Иә, мағынасын түсіндіріп береді. Валерия. Әнет баба айтқан 3 ғайыпты ата. Араб тілінен аударғанда жоқ болу, көрмеу деген мағынаны білдіреді. Тек Құдай ғана ие бола алатын білім. 3 ғайып, біріншісі дедаль, екіншісі нәсібе, үшіншісі ажал. Әнет баба айтқан 3 даусызды ата. 3 даусыз, мінез, кәрілік, ажал. Мінез адамның тұрақты ерекшеліктерінің бірі. Әрбір адамда болатын қасиет. Кәрілік, адам ағзасы мен психикасын дамып жетілуінің соңғы шағы. Ажал, өмірдің соңы, әрбір адам баласының өмірінің аяқталуы. Бұл 3 нәрсені де адам баласы өмірде көреді. Керемет, біз енді бағалап қояйық. Осы 5 бағыт бойынша тапсырмаларды орындаған оқушыларға шапалақпен баға беріп қояйық. Жақсы, отыра қойыңдар, рахмет. Жаңа сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Төле би ердің бақыты, әйел деген тақырып. Бұнда біздің қол жеткізетін мақсаттарымыз шығармадағы ұрпақтар көрінісінен заманауи тұрғыда салыстыра отырып, жаңашылдығына баға беру. Осы мақсат бойынша біз тапсырмалар орындаймыз. Бірінші топтың тапсырмасы Төле би ауылына қарлығаш ағи атанған Төле би өмірінен мағлұмат беріңіз. Бұл жерде дескриптор қазақ билері туралы сөз саптайды, Төле би өмірінен мағлұмат береді. Екінші топқа Әйтеке би ауылына ердің бақыты әйел шешендік сөзін 2 бөлікке бөліп, әрқайсысына ат қойыңыз. Бір бөлігін бейнебаяннан көріп, жалғасын жексу арқылы мәтінге жуық мазмұндаймыз. Бұл тапсырма сендерге. Ақылдасамыз. Ал үшінші топтың тапсырмасы Қазбек би ауылына ердің бақыты әйел шешендік сөзіне талдау жасайды. Сұрақтарға жауап береді. Дескриптор сұрақтарға жауап береді, әрі дәлелдер келтіреді. Ал қожынан бұршақ шашылды, бір-бірлеп алып орындасаңдар болады. Оны топ басшы өздері ұйымдастырады. Келінің ақылды болса, балаң даналыққа жетеді. Әйел ердің бақыты, ырыс та, несібе де, қазына да әйелде. Мына қыздар неге тосылды? Жүр, жөн сұрасайық. Армысыз ата? Армысыз. Бар болыңдар қарақтарым. Өркендерің өссін. Неге тосылдыңдар? Сіздерді алыстан көріп едік ата. Бәлкім араларыңызда қол бастаған батыр бар шығар. Мүмкін араларыңызда сол батырға ақыл айтқан дана немесе қазаладан бар шығар деп көлденең өтпей күтіп тұрмыз. Бәрекелді. Ныспың кім айналайын? Ныспым Данагүл. Әкеңнің есімі кім? Қай ауылдансыңдар? Әкемнің есімі Алакөз. Біз мына Секім ауылданбыз. Бақытты болыңдар айналайындар.
тобымыз аяқталды. Барлығымыз дайындығымыз керек, иә? 3 топта дайын. Ал, жақсы, онда бірінші топтан бастайық. Қарлығаш ірге атанған себебі, оның еліне жоңғар шапқан кезде ол өз елін көшіріп жіберіп, өз туған жерін қимай сол жерде қалып қалады. Сонда жоңғар қолбасшысы оның ол жерде не себепті қалып қалғанын сұрайды. Сонда Төле би өзінің киіз үйінің төбесіне ұя салған Қарлығаштың ұясын көрсетеді. Нұх пайғамбардың кезінде жер табуға көмектескен және адамзатты жыланнан аман алып қалған Қарлығаштың үйін қалай бұзамын деп, өзінің нағыз әулие екенін көрсетіп, жоңғар қолбасшысын өзінің жауабымен таңдандырады. Міне осы себепті Төле биді Қарлығаш әулие деп атайды. Жақсы. Онда бірінші топтың тапсырмасы асыл малшысынан түссін деген тілменен бағалауменен бағалап жібереміз. Иә, түсіндік па? Жақсы, түсіре қойыңдар. Енді екінші топтың тапсырмасы бейнебаянды тамашалады. Енді екінші бөлігін мазмұндаймыз, әрі екі бөлікке де ат қоямыз дегенбіз. Топ басшы кім? Ұлдана. Ал қандай деп ат қойдыңдар бірінші бөлігіне? Біз бірінші бөлігіне Данагүлдің ізеттілігі деп қойдық. Ізеттілігі. Төле би Данагүлдің ізеттілігіне тәнті болуын дұрыс айтасың. Жақсы. Екінші бөлігіне? Төле бидің тапқырлығы және даналығы. Төле бидің тапқырлығы, даналығы. Жақсы. Мазмұндап беру үшін кімдер бастайды? Ал бастай ғой. Сабира. Арада ай өтпей Төле би Данагүлді өз ауылына келін етіп алады. Келіні өз көңілінен шыққан соң, ер ауызда да бірден іліне бастайды. Бір күні Төле би өз атқосшысымен жат жұртына аралап қайту үшін барады. Және ол жүрген жолды 40 қарақшы билеп жүргенін білмейді. Үшінші күні атқосшысы екеуі сөз бермей сол 40 қарақшыға түсіп қалады қолына. Және ол 40 қарақшы Әйтеке бидің кім екенін білмейді. Әйтеке оны да айтпайды. Және сұрайды. Сендерге жан керек пе, мал керек пе? Мал керек болса, атымды ала беріңдер. Мал керек болса, мен өзім бір қора малымды берейін. Жан керек болса, екеуміз өлтіре беріңдер дейді. Иә, дұрыс. Мәтінге жуық мазмұндап жатыр, иә? Екі қарақшы Төле бидің ауылына келеді. Содан соң былай дейді екі қарақшы. Міне, мына Тосқауыл деген кісі бізді жіберді. Бізге мына керекті малды берсін дейді. Сол кезде ауыл ақсақалдары қатты таң қалысады. Бұл Төкеңнің бұлы несі? Онда мұндай мал жоқ қой дейді. Сол кезде Данагүл орнынан тұрып, сіздер түсінбедіңіздер. Атам 40 қарақшының қолына түскен екен. 40 құнан берсін дегені, 40 мықты жауынгер берсін дегені, 20 бура берсін дегені, 20 мықты палуан берсін дегені, 8 атам берсін дегені, 8 ақсақал берсін дегені, және де 10 босағадағы алтыны мен едім, сол босағадағы күмісі баласы еді. Атам мені артық көруші еді, алтынымды түгел әкелсін дегені, мені әкелсін дегені деп Данагүл ой толғайды. Дұрыс айтасың, иә? Айналайын, ағатай, айтқаныңыздың бәрі рас. Онан қашқан, мұнан қашқан 40 руданбыз. Қанша уақыт болды, ел тонап, малды алдық, керуенді де тонадық. Ішкен тамағымыз болмаса, ешқайсысы жұққан жоқ дейді. Төле би де қырығын да ауылға алып келді. Жұрттың бәрі оған 40 ағайынды деген ат қойды. Бастарына мал бітті, жан бітті. Дұрыс жарайсың адам. Аяқтадық, иә балдар? Мазмұнын аяқтадық. Мұндай болатын болса, екінші топтың тапсырмасын жапондық бағалау арқылы бағалаймыз. Бірінші топ пенен үшінші топ жапондық бағалау білеміз қой. Мынау барлығын жақсы түсіндім, жақсы мазмұндап берді. Дискрипторға сай мазмұндап берді. Мынау толықтай емес, жарым-жартылай ғана айтылды. Ал мынау сұрағым бар. Менің мына жерде сұрағым бар дейтін сонда осылай бағалаймыз. Қаны бағалайды. Үшінші топтың тапсырмасы Төбе би дегенді қалай түсінеміз? Төбе би дегеніміз негізгі шешімді айтатын басты би болып саналады. Деректерде үлкен, бас, ірі мағыналар береді. Деген мағына береді, дұрыс айтасың. Иә. Данагүлдің қандай әрекеті Төле бидің ризашылығын көреді. Данагүл Төле би және жанындағы бірқатар аттыларды сыйлап, олардың алдын кесіп өтпей, үлкен кісілер деп алдынан барып сәлем беріп, құрметтеп, оларды сыйлады. Төле би осы Данагүлдің ісіне риза болды. Бүйткенде болу әйелден дегенде Төле би не айтқысы келді? Бүйткенде болу әйелден
әйелі жақсы болмай ерінбайды. Жердің бақытын келтіретін де әйел, елге бақыт әперетін де әйел деп Төле би ұлыма келінді өзім алып беремін деген шешімге келген екен. Және жарайсыз. Енді бұл тапсырманы 3 топ орындады. Енді біз 2 бір тілекпенен бағалаймыз. Топ түсіндік, жақсы. Ал 2 топ. 3 топ өз ойларын керемет жеткізуге олайым, керемет деген баға қойар еді. Ал балалар, онда 2 тапсырма. Біз бағана топтық жұмыс жасаған едік, енді жұптасамыз. Шығармадағы ұрпақтар көрінісін заманауи ойға салыстырып, жаңашылдығына баға береміз. Бұл жерде пікір талас болу керек. Ал жұп боламыз, жұппен. Дайын болсаңдар белгі береміз. 2 жақсы. Төле би Данагүлдің әзірлігі мен ақылдылығын байқап, қолына келін қып түсіреді. Данагүл би алдына келін болып, сүсімен ақылдығымен тақырлығының арқасында ел аузына ілігеді. Негізі қазіргі таңда Данагүл секілді қыздар жоқ емес бар. Бірақ азайып жатыр, олардың көлемі азайып жатыр. Оның себебі менің ойымша ата-ананың тәрбиесінде деп ойлаймын. Бірақ ата-ананы да бұған кінәлауға болмайды. Себебі бала-шаға қалай тәрбиені алса, оны солай көрсету керек. Яғни ата-ана сіздерге жақсы тәрбие берсе, соны барған жерлеріңізде өздеріңізді жақсылап көрсету білуіңіз керек. Дұрыс айтасың. Сонда ата-ана тәрбие береді, сол тәрбиені алу, қабылдау да адамның өзіне байланысты екен, иә? Екеуі де жақсы жауап беріп отыра қойыңдар. Ал 2 топтан Данагүл сияқты қыздарымыз өте көп. Бірақ қазіргі қыздар заманауи тұрғыда жаңаруда, яғни олар бәсекелестік қабілетке өте бейімделген. Қазіргі таңда тек қана үй шаруасында ғана отырып емес, қоғам бағытында да дамыған әйелдеріміз өте көп. Билік басында отырған, яғни бұл сөз болған қарасақ, әйел бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлем тербетеді. Яғни әйел әлемді басқаруға да қабілетті деп ойлаймын. Дұрыс, керемет, жақсы, жарайсыңдар. Ал 3 топ. Данагүлдей қыздар қазіргі заманда жетіп жатыр. Ең бірінші отбасынан басталады. Тәрбие, тәлім. Бұл жайлы тек үйде ғана емес, білім ордасында да бізге күнделікті айтып отырады. Қазіргі заманда біз үлкендерді сыйлай алатын, ізеттілік таныта алатын қыздарды байқап жатамыз. Мысалы үшін қоғамдық көліктерде, қоғамдық орталарда, барлық жерлерде байқап жатамыз. Жақсы, ары қарай. Қазіргі заманда Данагүлдей қыздардың азаю себебінің бірінші ол үйдегі берілетін тәрбие. Ата-ана өзінің жұмысқа барып, өзінің балаларына дұрыс уақыт бөле алмай, ол балалары басқа бір жаман ортаға кіріп кетіп, ойы бұзылуы мүмкін. Сол үшін ол да қасындағы достар не істесе, ол да соны істеп, соны дұрыс деп қабылдап, сол жат қылықтарды өзіне жинап алуы мүмкін. Жақсы, Аяна. Осы пікірталастың барлығын жинақтайып келе қандай болу керек екенбіз? Табиғи сұлулықпен және иманды болу керекпіз. Тағы да айта бер. Сыпайы, мейірімді сыйлау, жаңашыл да болу керек. Сандық технологияны қолдана алатын, қазіргі заманға бәсекеге қабілетті тұлға болып қалыптасу, оның бәрі қыз, ұл демей не болу керек? Адамның бойында табылу керек. Енді қорыту ретінде мынандай ойын ұйымдастырдым. Сол ойынды қазір топ-топ болып орындап жіберсек. Төле би алдынан біреу шығады. Қайда тұрсын? Ой, жарайсың. Жарайсың. Иә. Балдар, бүгінгі сабақта алған әсерлеріңді, сабақ туралы ойларыңды, қандай жетістікке жеттік, не орындадық, осы бойынша кері байланысты жақсыға, егер жақсы түсіндім, өте жақсы түсіндім дейтін болсаңдар,